жоқпыз да, жаңадан бір жаңалық ендіріп жатырмыз. Иә. Тек барып Шымбайда күте бермейді, Шымбайда өткізе бермейді. 51 жылдықты Шымкентте өткізейік. Иә. 22 жылдықты Алматыда өткізейік. Иә, себебін қыдырамыз. 23 жылдық талғарда көзесіз. Мысал деймін да, иә. Содан Бішкекте өткізейік. Енді Бішкекте Мұраттың бір өзі бізде. Зиян жоқ, бізге бір өзімізде Бәріміз жиналып барамыз. Жиналып барамыз. Иә. Ортадан шығарып, әдемілеп тұрып, ысық көлге барып, шомылып, суретке түсіп, бала шағаларын алып шығады бәрін. Иә. Сөйтіп бір жоқ, қалған өмірімізде бір азғантай ғана бір не ғой, енді бір жалған не ғой. Бір сыйласып өтіп, бір-бірімізбен осында бір қуанышта кездесіп, бір рахаттанып жүргенге не жетеді деймін. Бағана кім туса өзі бақсын. Иә, міне, осы сөзді айтты. Баланы кім туса сол бақсын. Бала жаңағы немере бағады басқа деген көп қой бізде енді. Немереден шыға алмай жатыр деген. Байынан айтқаны ғой. Кім туғызса баласын өзі бақсын. Оның үшеуі қандай айтады еді баяғыда. Әкең осы мені атам баққан жоқ деп ешқандай. Мен де бізде осы кезге дейін бағып келе жатырмыз. Енді біздер шығайық деп ой келіп жатыр. Міне бәке. Енді жайлап кемпіріңізді қолтықтап аласыз да. Болды. Жайлап қыдырасыз. Шымбай бар ма, басқа бар ма? Туған жеріне апарыңыз. Обязательно ғой. Барып, ой жіберіп жүрмін, барып жүр ғой. Қайқа барып жүр? Көрмедік қой мені. Ой барады, қойдық үйіне барып қайта береді. Кластастарына апарыңыз. Иә, болды. Ол барып жүр ғой. Мен барған жоқпын көп. Тұздамге рахмет. Осындай тату-тәтті өмір сүріп жатқанда бәкеңмен бірге өте қуаныштымыз. Иә. Аман болыңдар. Бала шағаларыңыздың барлық қуаныштарының куәсі болайық. Солардың қызығын көре беріңіздер. Мына дастархандарыңыз барлықта тойға жайылсын. Сіз біздігіміз арта берсін. Ең бір жаман күн кластастар қатыспай қалды. Оңбай қалды бұлар дегеннің өзі тап осындай болсыншы. Тауға қыдырсыншы. Сендерге бір айтайын, қайсың қатындарыңды 5 рет курортқа жібердің, 5 рет жібердің. Қандай мені, иә? Бізде қатындары күйеулерін жіберіп жатыр. Әлі бұяққа келместен бұрын біз, бұяққа келместен бұрын бұяққа келгеннен кейін де бір 3 рет пе 4 рет жібердің. Иә, 10-ға барып қалды ғой. Ол сіздің сыйлағаныңыз. Ол сіздің сыйлағаныңыз. Көрдіңіз бе? Мынау өзіңіздің өмірлік жолдасыңа дегеніңіз сондай бір сезіміңіз, адалдығыңыз, махаббатыңыз. Рахмет сізге. Әлде жібере беріңіз. Себебі анау шауып жүрген. Осының денсаулығы жақсы болсын.